Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін бізде дизельный Kia машинасы, соған келіп жатырмыз. 5 айдан бері от алмаған екен. Өздері головкасын ауыстырып салып көрген, үшін барлық бүкіл мүмкіндіктерді көрген, соны от алдырамаған. Соған біз көмекке келіп жатырмыз. Қолдан келсе от алдырып берейік деп, аппарат, дизельный аппаратпен жұмыс жасайды. Механический аппаратпен головкасын дайындап, притирка жасап, дайындап қойдық. Клапандардың бәрін отырғызып, бұларда клапандар регулировочный шайып екен. Олар қазір банша жобасын келтіріп қойдық. Енді от алдырғаннан кейін регулировка жасап жібереміз, шайбелерін ауыстырып. Мынау турбинасы жақсы жұмыс жасап тұр. Банша көріп, люфтісі жоқ ешқандай. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер. Осыны от алдыруға тырысамыз. Головка прокладкасы темір екен, соған жағылатын. Бізде лактан деген бар, базарда сатылатын, өте қымбат емес. Соны жағып жіберіп, головканы жапсақ жақсы болады. Основной дизельный моторларда көбінесе компрессияға қарайды. Мотордың компрессиясына кольцесі, клапаны жақсы отырған, сондай болу керек. Ол дизельде свеча деген болмайды. Ол компрессиямен от алады. Сондықтан кольцесі жақсы болғаны дұрыс. Ал ұрыста тұрыс жоқ, енді осыған кірісеміз. Осыларды жинастырамыз. Жинастырып, от алдыруға тырысамыз. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер. Моторды жинап, кез келген моторлардың головкасын жабатын кезде міндетті түрде шпилькілердің орнын осылай тазартып алу керек. Әйтпесе блок жарылып кетуі мүмкін. Темір прокладкаге жағылатын лактанның түсі осындай қызыл түсті болады. Осыны жағып, екі жақ бетіне головканы жапқан дұрыс. Темір прокладкаге осыны жаққан дұрыс. Алдыңғы видеоларда темір прокладкаге себілетін медный спрей деген бар. Соны шашып, краскасы соның шашып жинағанбыз. Ол да жақсы дүние. Басқа алдыңғы видеолардан көрсеңіздер болады. Головканы дайындап қойдық. Головка прокладканы салып қойдық. Лактан жағып бәрін. Қазір енді головканы жабамыз. Головкасын тартып жинап қойдық. Распредті салып жатырмыз қазір. Распредтің шейкілерін саламыз, жинастырып жатырмыз. Зажиганиясын қоямыз. От алдырып көреміз. Зажиганиясын қойып қойдық. Ременнің меткілерін көрсетіп жүрейін. Ана бірінші поршын
келген кезде жоғарыға мына жерде бұлардың меткілері көп екен. Осының ең бірінші ішіне келеді. Сол кезде бірінші поршын жоғарыға келеді. Көрдіңіздер ме, мына меткі міне мынаған келеді. Мына кішкене былай қарай жылжыған ба негізі, майысып ремен тиіп. Сосын міне распредвалдың меткісі міне. Распредвалда мына жерде меткі бар. Сол мынаған келеді. Міне. Үшінші аппараттікі. Аппараттікін көрсету қиындау болып тұр, енді қазір барынша көрсетейін. Міне, мына жерде аппараттың звездочкасында меткі бар. Сол міне мынаған келеді, мына жерге. Міне, мына жерде. Осымен от алдырамыз, Құда қаласа. От алдырайын деп жатырмыз, сәл арқасын шығарайын деп жатырмыз қазір. Қане? Шығып жатыр. Болды. Ау. Бәрінен де шықты. Что-то, ана, не бар емес, әтәге? Не? Бір клапан кейін қарай пыт-пыт-пыт-пыт деп тұр. Істеймін. Жаңа не отқаныңызды газды қосыңыз, а? Камерда қалды. Тегіз жүрейін. Жалғап қойды? Жоқ, қазір не аламын ба? Жалғап қоясы ба, соны жалғап жүрсенші. Мына жағын қатырып сояқтан тегізетіндей қылайын деп едім ғой. Давай. Мынаны ше былайынан. 10 әкелейін ба? 10 бар ма, кішкентай 10-ға 2? Бір көрек. Газ басып отырмыз бірақ. Ал давай көрек. Не алдыңыз? Қосып. Газ басып отырсыз ба? Қане мен енді накалмен көрейік енді. Накалды яқтан прямо беріп отырмыз. Давай. Давай. Лайк басып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар. Болды, таке өшіре салыңыз. Бір көресіз ба, накалсыз? Жоқ, накалсыз, керек жоқ, қотталса болды. Анаған жағылар дүние мүмкін. Болды ма? Иә.